Саламатсыңдар ма балалар? 83-ші сабақ өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Жаңылпашты оқып, жатқа жаз. Алма бар да, алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде. Амоним дегеніміз жазылуы бір, мағынасы әртүрлі сөздер. Алма бірінші кезде жеміс, алма іс-қимылды білдіріп тұр бұл жерде. Алма жеміс, алма іс-қимыл. Екінші жаттығу. Бос төркөздерге тұсындағы сөздердің антонимін тауып жаз ет. Антоним дегеніміз қарама-қарсы сөздер. Тар сөзіне қарама-қарсы кең. Жаңа, ескі, жақсы, жаман, жуан, жіңішке, жарық, қараңғы. Үшінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Орманшы қызы қасымда қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай дер еді? Қайыңның сөлі басқаша айтсақ шырын ғой, шырында сөлде екеуі теңдес ұғым ғой. Өлеңнен сөл сөзіне мағынасы жуық сөзді тауып жаз. Бұл екі сөздің синоним екенін дәлелде. Сөл сөзіне синоним шырын сөзі. Екеуі де қайыңнан алынатын сұйықтықты шырын деп те, сөл деп те атайды екенбіз. Сондықтан олар синоним сөздер. Төртінші жаттығу. Кестені дұрыс толтыр. Құрылыс түбірі, ш, жұрнақ, лар, жалғау, құрылысшылар. Кітап түбірі, жұрнақ жоқ деді. Тар, жалғау, кітаптар. Көл, шік, тер. Достыққа, жаздық. Бесінші жаттығу. Суреттер мен тірек сөздерді қолданып, денім сау болсын десең, тақырыбына әңгіме құрастырып жаз дейді, айт дейді. Денім сау болсын десең, денсаулық мықты болу үшін спортпен айналысу керек. Таза ауада серуендеу сергек жүруге көмектеседі. Дәрумендерге толы жемістерді үнемі жеу қажет. Мен күн тәртібін ұстаймын. Ерте оянып, ерте ұйықтаймын. Ұялы телефонды көп қолданбаймын. Өзімнің күн тәртібім болғандықтан жақсы көңіл күймен жүремін. Осылай жазуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.